Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дарын KZ. Бүгін біз не істейміз? Әрине бүгін айға ұшып, біз жаңа ғаламшарлармен танысатын боламыз. Достар, ғаламшар зерттейміз. Так что видеоны соңына дейін көріп, өткізбей қараңдар достар. Бүгін өте қызық болады. Ғаламшарды Майнкрафтта көретін боласыңдар. Бұрында ойлаушы едік қой, күнге бара алмай жүріп, хоппа дейміз да. Осындай ғаламшардан пайда аламыз ғой. Бағанағы сөзімді аяқтап тастайын. Күнге бара алмай жүріп деп бәрің де болған шығар, күнге ұшып ше. Міне мен де күнге ұшып көргем, бірақ та ешқандай орындалмаған, ештеңе болмаған. Босқа уақытымды құртқам. Мына санақтан мына заттарды алып алайық. Қазір не істейтінімізді білесіңдер ма? Біз осы заттармен тас жасайтын боламыз. Міне тас жасайық қазір. Мына жерді болатын шығар қазуға. Немене білейін ау, сындырып тастайықшы, мод па? По-моему, жануарлар шығаратын нәрсе ғой. Нерге қоя салайық, суымыз ағып кетпесін, лавамыз. Кетшейм. Көрдің ба сен кезір қисық қой жерін? Қазір достар, біз өзімізге керекті заттарды істеп алайық. Сосын мына жерде де бар екен ғой. Бұл сындырмай қояйық, жануарлар керек болады қарнымыз ашқан кезде. Қазір біз осы керекті заттарды істеп алған соң басқа мирларға барамыз, басқа ғаламшарларға барамыз. Не қыламын мен қазір ше? Менті көрдіңдер ма? Менті жандар жерге істегенше мына бір шетке істейікші. Қазір судың мына жерін қасып қояды, енді суды қояды. Жерге лаваны қойсам, міне әдемі кетті. Енді достар, ағаш жанып жатыр ғой. Өшір. Мауың жанып жатыр ғой. Өшті. Енді біз қазір өзіміздің тасымызды, булыжниктарды жинап алайық достар. Ар жаққа бару үшін бізге булыжник керек болады, өте көп. Мен біраз булыжниктерді қазып алайын. Бізде қазір бір 5-6 болып қалды. 7, 8, 9. Таста бірден бола бермейді екен де. Бізге бір жағынан железный киркалар да керек. Достар, ғаламшар өте әдемі екен. Ғаламшардың әр жеріне барып көретін боламыз. Бірақ бір бөлімде көп болып кетеді ау. Давай тасты мен бірден жинай салайын. Хоппа деймін да, осынша тасты жинап алам да. Біз бірінші қай жерге баратынымызды айтайын ба? Мына жерге барамыз. Осы жерге барып алайық. Қазір тез қояйық, барынша тез. Құлап кетпесек болды. Бізге блок смело жетеді, бәріне баруға негізі жетіп қалады. Жетпесе, наяқтың бәрі тас, алмаз, барлық ресурстар толып тұр ғой. Мына жерге келдік. Мына жерде де бір свабым бар екен. Айтпақшы достар, біз жетелдердің үйін көрдік қой жаңа. Сол жетелдердің үйі қай жерде екен? Қай жақта екен? Мына жақта ғой. Осы жаққа қайттан барайық онда. Осы жақтан төбеге көтерілейік. Төбеге көтерілеміз. Жоғарыға көтеріле береміз достар. Жоғарыға көтереміз. Бір қарап қояйық. Қазір асып кетпейік тағы да. Қазір біраз көтерілу керек болып жатыр ше. Да ғаламшарларды айтамын да, осындай Майнкрафтта ғаламшарлар бар екен ғой. Бұны ертерек білмедім мен. Жетіп қалыппыз ғой, енді тек алға кете беру керек. Жанымызға қарай арасында бір қарап қояйық та, асып кетпейік, астына кіріп кетпейік. Бложнигім бітті, жаңасын алайын. Бізде бложник смело жетеді. Жақында қаппын ғой. Енді ана жақта бір изумруд көріп тұрсыңдар ма достар? Кеттік тез барайық. Ғаламшарлардың да түрі әдемі екен. Давай тез. Төбеге көтеріліп кетейік. Жетелдер ең тонайық. Мына жетелінен ештеңе жоқ қой. Мынада енді бар. Қазір сандығында не бар екен, бірге көрейік. Вау достар, мына жерде бұндай көп зат тұрады деп ойламадым ше. Ондай
кітап сиқырлы. Бұны керек болады. Алмаз бар, зауыттар бар, атқа отыратын бар. Кейін тамақтар керек болады. Тамақ керек. Аттың зауыты және обсидиан бар екен. Давай достар, портал ватқа барып көрмейміз ба? Бізге 8 жете ме екен деген ой болып тұр да. Жетпесе оны көреміз да. Қазір мына жерге қоямыз. 1, 2. Давай 2. Достар, жетпейді екен ғой. Давай енді жалғастырсайық. Қазір соңын істеп тастаймыз. Мына жаққа тас қойып қояйық екі жағына. Үнемдейік обсидианды. Менде мына жердегі лава бар ғой, маған менде бір мұз қалды. Міне осы мұз арқылы біз 2 обсидиан тауып алдық. Енді осы обсидиан арқылы біз портал ватқа баратын боламыз. Жалпы портал ват қызық болып тұр. О жақта да ғаламшар болса да, ол да қызық болады. Давай достар, көрейік. Мен осы жерден ағашымды версакқа айналдырып, версак істеп, сосын барлық ағашқа палка істейін. Себебі менде ресурстардың бәрі жетеді. Ағаш кәсіп керек емес, тек палка керек болып тұр. Енді бізге бірінші қылышты істей салайын. Енді алмазы онау керек емес болды. Бізге киркаға жетпейді екен. Кирка, алмаз киркамен сындырады ғой обсидианды. Оның қазір бір мәнісі болар қазір. Мына зауытты киіп ала салайын. Мына верстакты алып алу керек, бізге керек болады алдағы уақытта. Әлі қаншама крафттар істейміз. Мына обсидиан қай жерден алсақ болады? Қазір аяққа бару керек, ар жаққа бару керек. Ғаламшар толып тұр жан-жағымызды. Ғалымдар зеріктемеген ғаламшар бар ғой. Алмазный ғаламшар жоқ қой негізі. Қазір біраз айналып көрейікші, мына үйлердің бәрін көргім келіп тұрған жоқ. Тек ішінде заттары барын алам. Міне достар, азан қылып алдық. Енді бізде элитра бар. Элитрамен ұшып любой жерге бара аламыз. Енді элитраны қаяқтан алдым деп сұрамай қойыңдар, өздеріңе біліп тұрған шығарсыңдар. Енді біз не қыламыз? Қиналып жүргенше элитрамен ұшып алайық. Мына жерде бәріне бармай қояйық, енді бәрін көзбен көрдік. Мына жерде қып-қызыл атын есімнен шығып тұр. Мына жерде золото. Бұл жерден золото бізге қазір керек те емес. Тез сынып қалады оның істеген заты. Мына жерде орман бар екен. Вот дарбыз ба анау? Кеттік дарбыз жеп алмаймыз ба? Пәске түсе алмай қалдық қой. Секіре салайықшы. Кеттік дарбыз жеп алайық та. 3 дарбыз берді. Қазір қыс қой, қыстың күні қандай дарбыз? Майнкрафтта бірақ дарбыз пісе береді. Біз ана жерге барайықшы. Қателеспесем, осы жерде саңырауқұлағы бар сиыр өмір сүреді. Дұрыс па? Бірақ неге не істемей жатыр, сразу жасамай жатыр. Мына жерде су бар. Ойбай, тоқ қалды ғой ой. Айбай, жаман қалыптысың қайырды да. По-моему, жетелдердің ауылынан ар жақта еді ға, дәл ар жақта. Қазір тауып аламыз. Но алмаз ба? Алмаз емес екен. Түбінде не бар? Түбі терең екен. Бірақ бұл жерді не қыламыз? Су көрмей жүр дейсіңдер ма? Қазір достар, ар жақта не бар ның? Алмаз ба ның? Алмаз керек қой бізге. Бағана обсидианды сындырамыз. Сосын порталды бітіреміз. Давай тез алмазды қазылайық. Бізге балта керек, және де кирка керек. Сосын өзімізге кішігірім зауыттарды алайық. Айтпақшы, менде версак бар еді ғой. Версакты алып алғам жақсы болыпты. Әні көрдіңдер ма достар? Версак осындайда керек болып тұр. Міне мынаны кирка мен қылыш керек те емес, жоғалшы железный ғой. Қазір біз балта жасап аламыз. Кирканы істеп алдық. Кирканы өз орнында тұрсын. Енді алмазын киркамен алмаз қазып,
зауыттар істеп алмаймыз ба? 9 зауыт болды бізде. Нанты құрта салайықшы. Мыналарды пәске тастай салайықшы. Қайттан алынай береді. Босқа версак толтырып. Шляпа жасап алдық, шлем. Енді бізге ботинка мен шалбар керек болады. Примерно бір 7-11 керек. Бізде біреу артылып қалды. Мына версакты алып алайық. Енді біз ұшып, мына мұстан кемпірдің жері қызық болып тұр, бірақ ол жерге келесі бөлімде барамыз. Давай достар, лайктарыңды аямаңдар. Біз осындай ғаламшарға келіп тұрмыз. Ғаламшарды сендерді барғыларың келсе, маған осы видео лайк басып қойыңдар, сонда мен сендерге айтатын боламын. Міне обсидианды қазып жатырмыз. Енді біз көптен күткен порталды аяқтайтын боламыз. Біріншін қазып біттік. Бізге алмазный кирка керектігі тек обсидиан алмазный киркамен сынады. Және незерит киркамен. Мына жерге қоямыз. Айтпақшы достар, бізде жазғышылық жоқ екен ғой, бірақ бізге битсек болды. Біз уже порталды істеп аламыз ғой. Достар, келесі видеоны күтсеңдер, 50 лайк жинап тастаңдар. Хатта ештеңе жоқ екен.